Елімізде алкоголь нарығы өсуде, шөлмекке байланғандарға сұранның қымбаттауы әсер етті ме? Ендігі коньяк пен араққа көше бастаған. Әлем бойынша ащы суға ақша жұмсаудан да біздің ел көш бастап тұр. Қазақстан ерлер арасында 11-ші орын, әйелдер арасында 19-ші орында тұр. Ұлттық статистика бюросының мамандары не дейді? Ұлттық статистика бюросының мәліметінше, Қазақстан алкоголь өнімдерін өндіруде ішкі нарықтың сұранысын толық қанағаттандырмайды. Мәселен, биыл бірінші жарты жылдықта ішімдік шығаратын зауыттар сұранысты 87,2%-ға қанағаттандырды. Барлық сатып алынған коньяктың әрбір екінші бөтелкесінде Қазақстанда жасалған деген жазу бар. Екінші тоқсанда қазақстандықтар ішімдіктер шығынын 13,1%-ға арттырды. Тәуір маусым айларында бір қазақстандықтың арақ, шарап және сыраға жұмсаған шығыны шамамен 1,5 мың теңге болды. Арақ қымбаттап жатыр. Бірақ та оны тұтынатындар саны азаймай тұр. Неліктен деп ойлайсың? Енді ол керек етеді ғой, ішпейін десе тағы болмайды. Негізі отбасыларында, той-томалақтарда алкогольдік өнім қойыла ма столға? Қойылады, онсыз болмайды. Себебі көп. Қазір жастар енді арақ іше бермейді, менің ойымша. Шақырған адамға байланысты ғой. Сөзіміз қолданбаймыз, білмедім. Арақ қойдық кезінде. Қазір арақ қоймау керек деп ойлаймыз. Той болған соң қойылады. Жастардың тәрбиесі қазір өзгеріп жатыр ғой. Білет ол, арақ ішкен ол күнә дұрыс емес. Жас кезімде де арақ ішкен жоқпын. Баламды үйлендірдім, бір 500 адамға той жасадым, арақсыз жасадым. Елдер сол жақсылап демалып, күліп ойнап қайтты. Қазір әлемнің 41 елінде алкогольдік ішімдіктерге мүлдем тыйым салынған. Біздің облыстың кейбір аудандарында да ішімдіксіз ауыл шарасы өткен еді. Дәл осылай жалғаса беретін болса, бәлкім алдағы уақытта ішімдіксіз Қазақстан атануға да аз уақыт қалатын шығар.